Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз айтамыз айдарының кезекті түсірілімін бастаймыз. Дұрыс таңдалған мамандық әр адамның болашақта сүйіспеншілікпен жасайтын ісіне айналу қажет. Ал мамандықты дұрыс таңдауда не істеу керек? Мүмкін ата-анамен ақылдасу, бәлкім балалардың бейімділігіне назар салу. Бүгінгі айдарымызда осы тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбітпек ойымыз бар. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің рекрутинг және мансап басқармасының басшысы Оразмаханов Жандос Шынжырбайұлы. Болашақ университетінің қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Тасболат Ғалымжан Жұмабекұлы. Қош келдіңіздер. Шақыртуды қабыл алғандарыңызға алғысымыз шексіз. Маман даярлауда аймағымыздың белгілі университеті ретінде өздеріңізбен ашық пікір алаңында жолығуды жөн көрдік. Бізді мазалайтын, қайда оқимын, не оқимын деген сұрақтардың жауабын бүгін аламын деген ойдамын. Көп сөзбай сұрақтан бастайын. Биылғы оқу жылы басталып, бір айы артта қалды, яғни студенттер орналасты. Сұрағым, студенттерді қабылдау бойынша университет қойған межеге жете алды ма? Сонымен қатар басқа облыстардан, аймақтардан оқуға тапсырған студенттер бар ма? Осыған қысқаша тоқталып кетсек. Енді мен біздің қазіргі таңдағы түсірілім Қорқыт Ата университетінің студенттер сарайында болып жатқандықтан кейін қонаққа сөз кезегі бірінші бергім келіп тұр. Ғалеке, өзіңіз. Сұрағыңыз орынды. Әрине бізде болашақ университетіне биылғы жылы өзінің межесіне жетті деп айта аламын. Яғни межелік деңгейге жетті, бірақ енді біздің мақсатымыз бұдан да әрі де жоғарылату, бұдан да көбейту, біздің университетке түсетін Қызылорда қаласының университеттеріне түсуді жоғарылату деңгейін. Енді әрине бізге басқа облыстардан түскендер бар, жеткілікті. Яғни бізде атап айтатын болсақ, Астана қаласынан түскендер бар, Ақтөбе қаласы, Алматы қаласынан, қасымыздағы Шымкент қаласынан түскендер студенттеріміз бар. Әрине ол бізді қуантады. Яғни басқа қаладан біздің университетті таңдап келгені ол бізді әрине қуантады. Енді ол студенттерді тарту мақсатында сіздер қандай да бір шаралар жасап жатырсыздар ма, әлде тек келген студенттерді қабылдап қана қойып жатырсыздар ма? Әрине шаралар жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі заман инновация, технология дамыған заман. Енді бізде әрине Instagram парақшамыз бар, Facebook парақшамыз бар, YouTube каналымыз бар. Ол жақта толықтай ақпараттар жүргізіліп жатыр. Және де енді қалалар аралау, және де облыстар аралау, және де аудандар аралау бойынша арнайы көш керуен жүргізіліп жатыр бізде. Соның негізінде енді түсті деп ойлаймын. Біз енді Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті биыл өздеріңіз білесіздер 85 жылдық мерейтойымызды атап өтеміз. Осы 85 жылдықтың аясында көптеген жұмыстар жүргізілді. Соның бірі бізде осы контингент санын көбейту мақсатында 2020 жылы рекрутинг орталығы ашылған болатын. Сол орталық ашылғалы жұмысы жүйеленіп, кәсіби бағдар беру жанданып, қазіргі таңда контингентіміз сол 2020 жылы 5600 болса, қазіргі таңда 9000-ға жетіп жатыр. Яғни университеттің контингенті қарап отырсаңыз 40%-ден аса өсті. Биылдың өзінде бізде негізгі стратегиялық план бойынша 2700 оқушы қабылдасақ жеткілікті тұғын, бірақ біз межеден асып 3200-дің үстінде абитуриенттерді қабылдап, оқуға қабылдадық. Бұл да біздің өзіміздің қойған межені асыра орындау деп саналады. Бұның жолда не істедік? Әрине біз рекрутинг орталығы осы барлық былтырғы бітіруші 7606 оқушымен тікелей байланыс алдық. Олардың ата-анасымен де біз байланыстық. Болашақ шақта бізде әр ауданға шығып, көрші облыстарға шығып, соларға кәсіби бағдар беру жұмыстарын жүргіздік. Соның нәтижесінде университетіміздің жақсы жағын айта отыра, қызықтыра отыра шақырған болатынбыз. Соның арқасында бізге де банағы Алматы қаласынан, Астана қаласынан, керек десеңіз, мынау бізге есінде қалған Атыраудан 3 оқушы бізге хореография мамандығында оқуға келді. Неге бізге келіп тұрсыздар деп, сіздердегі осы хореография саласы өте жақсы дамыған екен. Енді сыр елі, жыр елі дейді, өнердің елі, мәдениеттің жері болғандықтан осы арнайлап іздеп келіп жатқан бізде оқушылар да болды. Солардың өзіміз қуандық. Яғни біз қазіргі таңда осы мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Барынша контингентті көбейту және сапалы контингентті көбейту, соларға сапалы білім беру мақсатында. Жақсы. Қазіргі таңда әлемдік үрдіс жалпы ненің тозық, ненің озық екенін айқындап отыр. Демек, көптеген дүниелер ескіріп, орнын жаңа дүниелер басуда. Енді осы тұрғыда сіздердің университеттеріңізде жаңадан ашылған немесе жұмысын тоқтатқан бакалавриат мамандықтары бар ма? Осыған тоқталып кетсек. Енді әрине қазір мен жоғарыда айта кеттім ғой, инновацияның дамып жатқан, технологияның дамып жатқан шағы. Енді бізде арнайы инновациялық мамандықтар бар ашылған. Оның бірін айта кететін болса, құрылыстағы IT мамандығы ашылды біздің. Және де экономикалық психология мамандығы ашылды. Енді осы екі мамандық әзірге ашылып тұр инновациялық мамандық ретінде.
Және де біздегі ең бір тапшы мамандықтар осы қазіргі уақытта тапшы мамандықтар деп айтуға болады. Ол яғни дефектология және логопедия мамандығы. Дефектолог, логопед дайындайтын мамандық. Бізде дефектология және логопедия мамандығы бойынша, яғни білім беру бағдарламасы бойынша студенттер қабылданып, қазіргі таңда бізде білім алып, болашақ дефектолог, логопед мамандықтар дайындап шығарамыз, Құдай қаласа. Бізде енді Қорқыт Ата университетінде 63 білім беру бағдарламасы бар. Яғни қазір мамандық деп айтылмайды, яғни 63 білім беру бағдарламасы бар. Біз негізі былтыр бізде 78 тұғын. Яғни 78-ді біз 62-ге қысқартып, тағы біреуін қостық. Бұл не деген сөз? Яғни көп жағдайда банағы ескірген мамандықтарды жаптық, және де контингент жиналмайтын мамандықтар болады, оған яғни сұранысы жоқ деген сөз. Ол мамандықтарды біз жауып қазір таңда 63-ге шейін қысқарттық. Соның өзінде де сұранысы өте жоғары, әрине. Осы айтқым келеді. Енді осы тұрғыда Қазақстанның жаңа мамандықтар атласы деген сіздерге таныс деп ойлаймын. Осы тұрғыда не айтасыздар? Енді Қазақстанның жаңа мамандықтар атласына тоқталатын болсақ, яғни бұл енді жаңадан құрылып жатқан мақсат, жаңадан құрылып жатқан не? Яғни бұл жерде мамандықтар 3-ке бөлуімізге болады жаңа атлас бойынша. Яғни жаңа мамандықтар ол әлі құрылмаған ондай мамандық. Ол мамандықтар жоқ, бірақ болашақта болуы мүмкін мамандықтар. Екінші мамандықтар бұл жойылу қаупінде тұрған мамандықтар. Яғни әзірше жұмыс жасап тұр, бірақ ол болашақта жойылып кетуі мүмкін мамандықтар. Үшінші мамандықтар уже жойылған мамандықтар деп айтуымызға болады. Яғни жаңа мамандықтар ол бізде әлі білмейміз, ол қандай мамандықтар болатын болашақта. Яғни орада енді жаңағы дамуымызға байланысты, болашақта өзгерістерге байланысты енді технология басып жатыр, цифровизация басып жатыр. Енді бухгалтерия мамандығы жойылуы мүмкін, мысалға барлық цифрландырылып жойылатын мамандықтардың қатарына. Оның орнына жаңадан, яғни цифрлы компьютерлік бағдарламалар келіп, орын алып, орнын басуы мүмкін. Осы тұста айтуға болады. Яғни болашақ енді университетке тапсыратын талапкерлер болсын, олар яғни осы атласты негізге ала отырып университетке, яғни өзінің болашақ мамандығын таңдаса деген ойымыз бар. Бізде енді бұл осы уақытқа шейін білім және ғылым министрлігі болса, Қазақстанда жоғары және жоғары ғылым министрлігі саналады ғой. Осы жерде Қазақстан министрі Саясат Нұрбек мырза осы уақытқа дейін Atlas новая профессия деген үлкен жобасы болып айтып отқан. Бұны BTS Education деген орталық арқылы жұмыс жасаған болатын. Қазір таңда өте қатты біз қарқынды бірге жұмыс жасап жатырмыз. Оның бірден бір себебі жергілікті біздің атқарушы акимат дейміз, акимат бар, университет бар және министрлік өкілі келіп Қазақстанда Қызылорда облысында форсайт эксперт деп аталады, яғни мамандықтарды зерттеп айту үшін эксперттер дайындау жұмыс жасап жатырмыз. Бұл нені білдіреді? Бұл осы өңірге қандай мамандықтар қажет екендігін білдіреді. Өйткені неге десеңіз, статистика бар, 60% адам дейді өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасамайды екен. Түсініп отырсыз ба? Яғни мысалы біз экономиканы дамытудың негізгі күші сапалы кадр деп айтатын болсақ, сапалы кадр қай жерден шығады? Сапалы кадр ол мықты маманнан шығады. Мықты маман ол өз ісін жақсы көретін маман. Ал өз ісін жақсы көретін маман деген сөз ол өзінің қалауы таңдаған оқуына түскен адам. Оған түсу үшін кезінде оқушы сіздер сияқты кезден бастап дұрыс маман таңдау керек. Ал бізде көп жағдайда енді ата-ананың ықпалы дейміз, грант санының басымдылығы дейміз, бала өзі мамандықты қаламаса да бір амалдың жоқтығынан грант болғандығы үшін кейде барады. Соның нәтижесіне қарап отырсаңыздар, енді қоғамда да көруге болады. Диплом бар адам, даяшы болып жүр, диплом бар адам, таксист болып жүр деп жатыр. Ол мамандық жаман деген сөз емес, бірақ диплом алғаннан кейін ол дипломмен жұмыс жасамау деген сөз. Яғни осы үлкен бізде мемлекет қанша жыл сайын грантқа қаржы бөледі, бірақ бұл гранттың қаржысы, яғни қалай айтсақ, не целенаправлен дейді ғой, дұрыс бағытта кетпей жатыр. Нәтижесінде осы Atlas новая профессия жобасы аясында кеше президент өзінің жолдауында айтты, мамандығым болашағым деген жобаны. Осы жоба аясында Қазақстанда Қызылорда облысының осы негізгі үйлестірушісі біз Қорқыт Ата университетіне тағайындалып жатырмыз. Осы министрлікпен бірлесіп Қызылорда облысында алдағы жылда керекті 5 жылда 10 жылда қажет мамандықтар жасаймыз. 5 жыл 10 жыл арасында мамандықтар жасаймыз. Негізінде бірақ бағана айтып өткендей мамандықтар жыл сайын өзгеруде. Оның бірден бір себебі Клаус Швабтың 4-ші өндірістік революцияның кітабын алып қарасаңыздар да көруге болады. 10 мамандық жойылудың алдында тұрған маман 10 мамандықты көрсетеді. Оның ішінде мысалы қарапайым почтальонды көрсетеді. Өйткені оның ертең дрондар ауысып жатыр. Қарағанды Қазпоштаның өзінде дрондар келіп тасып жатыр деген сияқты. Сол сияқты 10 өте қажет мамандықтарды шығарып жатыр. Яғни айтып өткендей цифрлы заман, IT заманында өте ауқымды өзгеріп жатыр. Енді бұл кезде біз оқушыларға айтатынымыз, қай мамандыққа түспесін, ол бір мамандыққа егесі болмайды, қасына soft skills дейміз, бағанағыдай дағдылар, қосымша дағдылар алып шықса.
IT-ді игеру болсын, қазір биотехнолог айтишник деген сияқты мамандықтар бар екен, бірлескен мамандықтар. Сондай болса, онда ол сұранысқа да мықты ие болады, мықты кадр болатынына сенеміз. Енді цифрландыру, автоматтандыру, инновация деп жатыр дегенмен де не дегенмен де дәнекерлеуші, электрик, ауыл шаруашылығы саласы жұмысшылары бізге қажет. Осы тұрғыда сіздердің университеттеріңізде бакалавриат мамандықтар бар ма? Электрик, дәнекерлеуші деген секілді. Енді біз бұрада айтып тұрсыз, жаңа электрик, дәнекерлеуші деген мамандықтар. Енді электриктің де, дәнекерлеушінің де, жаңағы сосын ауыл шаруашылық мамандықтар бар. Олардың көбісі негізінде жұмысшы мамандық болып табылады. Яғни ол жұмысшы мамандықтар тек орта техникалық колледждерде өткізіледі. Ол университетте ол ары қарай жалғастырылмайтын мамандықтар болып табылады. Университетте ол мамандықтар жалғастырмайды. Бірақ бізде енді сіздің айтып өткендеріңіз ішінен бізде электрик мамандығы бар, ары қарай жалғастыруға болады. Электр энергетикасы деген мамандық бар. Қаншалықты сұранысқа ие жалпы? Қазіргі таңда енді біздің статистикамыз бойынша, Болашақ университетінің статистикасы бойынша ең көп студенттер түсетін мамандықтардың бірі деп айта аламын электр энергетикасы мамандығын қазіргі уақытта. Және де электр энергетикасы мамандығын бітіргендер біз енді техника бакалавры, техника бакалавр дәрежесімен алып шықтық, Құдай қаласа, университетімізден. Ауыл шаруашылығы жағынан енді әзірге бізде мамандықтар қарастырылмаған. Енді дәнекерлеуші ол тек қана колледждерде оқытылатын мамандықтар болып табылады. Енді Ғалекемен келісем, бізде енді бағанда сұрақ туындайды ғой, қай мамандықта сұраныс жоғары, қай мамандыққа жұмысқа табамын деген сияқты. Ол нәрсенің бір ең оңай жолы, ең оңай білудің жолы қай мамандыққа мемлекеттен грант бөлініп жатыр. Мемлекеттен грант бөлген кезде ол ауадан алып қоя салмайды. Мемлекет грант бөлген кезде, мысалы, бір мамандыққа грант бөлемі 4 жылдан кейін сонша адам оған шығу керек. Диплом алған, жоғары білім бар. Бана айтқандай, бізде де электротехника және энергетика деген мамандық бар. Қарап отырсаңыз, оған биыл, мысалы, былтыр 1630 грант бөлінсе, биыл 1858 грант бөлінген. 200 грантқа. Бұл не деген сөз? Бұл Қазақстан бойынша 1800-дің үстінде грант бар. Ол жоғары көрсеткіш. Неге десеңіздер, педагогикалық саланың өзіне 300, 400, 500-дің ой жақ жағы. Мынау юрист саласына 100-ақ грант бөлінеді, мысалы. Кей мамандықтарға мүлде бөлінбейді. Бұл не деген сөз? Яғни қай салаға грант көп бөлінеді, яғни сол салаға сұраныс дәл жоғары, 4 жылдан кейін жоғары болады деген сөз. Қарапайым мысалы, IT саласы. Былтыр 2400 болса, биыл 4000 грант тұр. 1500 есе грант көбейген. Көріп отырсыз ба? Яғни осы салаға дейін сұраныс өте көп. Сонымен қатар оны айтып кетейік, енді бізде сол дәнекерлеуші мамандығы өкінішке орай жоғары оқу орнында оқытылмайды. Бір сварка дейтін нәрсеге оған 4 жыл бойы білім бермейміз да, оны колледжде оқитын мамандықтар ол аспазшы мамандығы болсын, басқа мамандық. Аспазшының жоғарғысы жағында оқимын десе, технологиясын оқимын десе, онда жоғары оқу орнына келуіне болады. Бізде енді ауыл шаруашылығы бойынша да агрономия мамандығы бар, енді өсімдік шаруашылығы және де мал шаруашылығы бар. Оны да біз көруімізге болады. Биыл білесіздер, былтырлары қатты бізде қуаңшылық болды, қуаңшылық өзі. Бұл ненің салдарынан бір жағынан біздегі қазіргі таңда агрономдардың дұрыс жасай алмағандығынан. Қарап отырсаңыздар, қазір агрономдардың көбісі уже орта буыннан асқан пенсиялық жастағы кісілер. Жастар көп жақ бара бермейді, бірақ негізінде агрономия саласы дәл қазірде Қазақстанға ең бір қажет мамандықтардың бірі. Соның мысалы бір дәлел ретінде былтыр 90 грант болса, мал шаруашылығында биыл 325 грант. 3,5 есе грант өсірген. Мемлекет бізге агроном керек дейді. Агрономия саласын 350-ден 430-ға өскен деген сияқты нәрсе. Мен де мысалы биыл інім бітіріп келді, солтүстікте агрономия саласын бітіріп келді. Қазақстанда өз ауылына барды, шаруа қожалық директорының көмекшісі болып жүр. Ол директорның айтқан сөзі, қасында 2 жыл, 3 жыл жүр, мен сені өз орныма директор қылам дейді. Қарап отырсаңыз, мысалы Қазақстанда ол жердің ішінде 19-да ма, ертең 22-23 жасында директор болады. Өйткені жас агрономдар жетіспейді дейді. Енді оның ішінде дипломы бар, осындай зерттеу жұмыстарын жасай алатын, бағамдай алатын мамандар жетіспейді дейді. Бізде көп жағдайда оқушыларға мамандық таңдаған кезде біреуі енді экономист боламын дейді, біреуі былай әдемі мамандық таңдағысы келеді, халықаралық қатынастар басқа деген сияқты, бірақ ол юрист боламын дейді мысалы. Бірақ одан жұмыс табыла ма, табылмай ма бірінші. Екінші сұрақ, осындай мамандықтарға барса қазір ауыл шаруашылығын дамытады, өзінің де жағдайын жасайды. Өйткені негізгі байлық, негізгі қаржының көзі осы ауыл шаруашылығы жатыр. Қазір енді жалпы шыны керек оқушыларға осы ауыл шаруашылығы мамандықтарын, дәнекерлеуші мамандығы болсын жалпы айтса мамандықты сол мамандыққа тапсыруға бірден зәре құты қалмайды ғой, шыны керек. Мысалы мен кеше нені қарадым, осыған алдында қарап жүрмін, Forbes-ның тізімі бар. Тағы да бір-екі тізім топ 10 айлығы жоғары мамандық. Соның ішінде 5-ке кіретін мамандық ішінде бағанағы сіз айтқан сварщик мамандығы бар. Дәнекерлеуші мамандығы үздік 5-ке айлығы жоғары мамандықтардың қатарына кіреді. Қарап отырсаңыз, бұл сварщик деп айтуы мүмкін, бірақ востребованный мамандық. Востребованный, высокооплачиваемый дейді ғой. Енді осы тұрғыда оқушыларды бітіруші түлектерді тарту мақсатында бір шаралар жасап жатырсыздар ма?
Енді жылда жаңа жоғарыда айттым ғой, тағы да айтамын, оны керуен ұйымдастырамыз біз оқушыларды, болашақ талапкерлерді тарту мақсатында керуен ұйымдастырамыз. Біздегі мысалы болашақ университетінде 42 білім беру бағдарламасы бар. Әр білім беру бағдарламасына тоқталып, әр білім беру бағдарламасының артықшылығын көрсетіп, таныстырып білім алушыларға. Сосын болашақта қай мамандықтарын таңдайтындығын, енді өздері біледі ғой, бірақ мамандық таңдайтындығын, бірақ қай мамандыққа түсуге бағыт бағдар береміз. Бізде де бана айтатынымыз, қанша балдармен кездесеміз, қанша оқу мектеппен кездесеміз, өздері шақыратындар бар. Енді 2 жылдан бері айналысып жатқандықтан қазір таңда біздегі 293 мектеп бар облыс бойынша, соның ішінде қателеспесем 260-тай 10-шы класс бітіретін мектептер. Олардың барлығына бағдарлы, әр мектепте өзінің директордың бағдарлы орынбасары болады. Сол кісімен тығыз байланыста боламыз, ол кісілерден жақсы танып қалды, бізді қазір шақырады. Сол кездері балдармен кездесеміз. Біздің ең негізгі айтатын себебіміз сөзіміз жерде маман болу. Мамандықтың жаманы жоқ, сөздің ашығы. Дәнекерлеуші болсын, құқық саласы болсын. Мен сөзі бір мысал келтіремін. Жігіттер айтам, кім қасапшы болғысы келеді деймін. Яғни ет турайды адам. Жұрт көтермейді қолын. Ал кім Нұсрет сияқты болғысы келеді деймін. Нұсреттен танысыз былай ет салатын адам. Бәрі болғысы келеді. Мысалы Нұсретке Роналдода, Брэд Питтта бәрі салып, мен деген жұлдыздардың өзі кезекпе келіп тамақ жейді. Бұл неге? Бұл тұлғаның енді маманы қасапшы. Жайғанда етпен айналысады адам. Бірақ ол сол маманы болғандықтан оған сұраныс жоғары. Түсінесіз бе? Кез келген саланың, қай саланың алмаңыз сіз, бана мал шаруашылығы болсын, кез келген сала болсын, маманы болған адамға бүкіл халық тартылады, ол кісі ертең ақшаны да алады, танымалдықты да алады деген сияқты нәрсе. Біз осыны түсіндіреміз, осы философияны. Мамандық жақсы, мамандық жаман деген сөз жоқ, адамның өзіне байланысты қазіргі таңда. Енді мамандық таңдауда бітіруші түлектерге қандай кеңес берер едіңіздер? Мамандық таңдауда енді өздерінің қалаған мамандықтан, яғни өздерінің ұнататын мамандықтан таңдаса екен дейміз. Бірінші енді көбіне таңдап жатады, ата-ананың ақылымен таңдайды. Жаңа жандосымыз айтқандай, гранттың көп бөлуіне байланысты деп соны таңдайтындар бар. НТ-да, яғни ОБТ-да балы төмен болатын мамандықтарды таңдайды. Олай қателеспеулерін сұраймыз, яғни мамандық таңдауда өзінің ішкі дүниесі нені қалап тұр, соны таңдаған дұрыс. Сіз айтқанда электрик болғысы келетіндер бар, бірақ ол ата-анасының ықпалымен ол электрик болмайды, ол басқа нәрсе қалайды. Мысалы ата-анасы оны айтишник болғанын қалайды, болмаса юриспруденция мамандығын оқығанын, құқықтану мамандығын оқығанын қалайды. Бірақ енді неде болса, өзінің болашақта болғысы келетін, жақсы көріп істейтін жұмысын, соның мамандығын қалағандығын қалаймыз. Өйткені ертең ол барады университетке, оған қызығушылығы жоқ, ол оқығысы келмейді. Және де оқығанның өзінде де болашақта ол мамандыққа қызықпағаннан кейін ол маманның саласының меңгерген адам болып шықпайды да ол кісі. Сондықтан ол өзінің қалап тұрған мамандығын, өзінің ішкі дүниесі қалап тұрған мамандығын қалағанын жөн көреміз. Енді бұл жерде де ескере кететін жағдай бар. Біз енді жыл сайын 3000 студент талапкер қабылдаймыз. Мысалы биылдың өзінде қабылдадық, оның 40% бізде педагогика саласына келіп тұр. Яғни неге десеңіз, педагогикада қазір ұстаз мәртебесін көтергені бар, олардың жалақысының жоғарылығы бар деген сияқты. Яғни бұл да өзі динамика. Мысалы 10 жыл бұрын оқушылардың барлығы мұнай саласына, газ саласына ақша көп деп баратын болса, қазір мұғалім салаға бар жатыр. Осы 40%-ді мен сізге айтайын, таңдаған оқушының 30%-ы бағанағы неге барады, дене шынықтыру мамандығына барады. Бұны біз қарайтын болсақ, неге деп, біріншіден ОБТ-дан 2 ақпанға келеді. Оңай өткені. Может, келесінде ОБТ-ның қиындығынан қашып келетіндері бар. Бірақ өкінішке орай дәл қазір таңда, кешеде жақында не шықты, мақала шықты, Қазақстанда осы құқық саласы мен дене шынықтыру мамандары артық. Жұмыс табылмайды. Өйткені біріншіден биыл шықты, олардың сағат саны азайтты. Тағысы, өйткені бұл жұмысы жеңіл, ОБТ-ға түсу оңай дейді дағына, бізге 2 жыл қатардан 500 баланың үстінде оқуға түсті, дене шынықтыруға. Енді ойлаңыз, бұл ертең 1000 адам оқуды бітіреді. 1000 адамға бізге жұмыс дайын ба деген сұрақ болады. Сондықтан мен айтқым келетіндігі, мынандай жеңілдің асы мен ауырдың үстіне жүрмей, керісінше кей жағдайда болады, енді өз қалауыңды да басып, қоғамға керек мамандыққа бару дегенде болады. Мысалы, енді ол тұлғаларыңызға қаныстатып айтпар, мысалы, мықты прокурор сот жүйесінде тұрып, бірақ сол заманда Қазақстанға бағанағыдай геология саласын зерттейтін ғалым келіп болғандықтан өзінің қызметін өзгертеді деген сияқты. Сол үшін де ол тұлға, сол үшін де оның атында үлкен институттар, университеттер бар деген сияқты. Яғни кейде осындай жаңа Қазақстанды құруды, әділетті Қазақстанды құруды неге де қадам басуымыз керек болады. Мысалы айтатын болсам, енді ОБТ таңдау пәндерін білесіздер, сол үшін химия, физика деген комбинация бар. Ол мамандықта бір ғана мамандық бар. Химиялық инженерия және процестер деген мамандық бар.
Бұның бұл мамандық негізі ертең мықты бір химик, ядерщик дейді мысалы, органика, биорганикалық химиямен айналысатындарға керек мамандық негізінде. Былтыр 764 грант бөлінді Қазақстан бойынша оқушыларға. Қазақстан бойынша 170 оқушы таңдады. Қалған 500-дің үстінде грант игерілмей қалды. Биыл игерілмесе де 840 грант бөлінді. Қазақстан бойынша қайттан сол 160-180 арасында бір 600-дің үстінде грант игерілмеді. Көріп отырсыз ба? Яғни мемлекет не дейді, бізге осы мамандықты бітіретін адамдар керек. Осыдан мықты ертең лабораторияда, мықты ертең дәрі шығаратын, ертең химияның несін айтқандар керек дейді, бірақ оқушыға бармайды. Себебі химия физика оңай емес. ОБТ-да оңай емес. Бұл мамандықтан, бірақ бұны бітіріп шыққан бала ертең кем дегенде 400 жылдың үстінде айлығатын мамандыққа барады да. 4 жыл өзін құрбан етсе, осы мамандыққа салса, күшті салса, біріншіден сұранысқа да жалақысы да жоғары деген сияқты дүниеде ойлану керек. Бізде дәл қазір краткосрочный неде ғана жұмыс жасайды, барынша грантқа түсіп кетсем болды, ата-анамыз салмақ болды десе, оны да түсінуге болады, өйткені әлеуметтік жағдай деген болады, барлық ата-анада ақыл оқытуға шамасы жете бермейді. Дегенмен де осы нәрсенің қазіргі таңда балансы жасалып жатыр. Енді грантты тек қана осындай мемлекеттік грант ретінде емес, оқу ақысына жеңіл ретінде де беру қарастырылады. Әр өңірге өзінің мамандығына грант беріледі деген сияқты нелер қарастырып жатыр. Жаңа министрлік осымен жұмыс жасап жатыр. Біз де осыны оқушыларға барынша түсіндіруге тырысамыз. Енді ата-ананың енді жаңа Жандос мырза айтып отыр ғой. Қазір шынымен де барлығы жеңілдің астымен жүретіндей болып кеткен. Өйткені жаңағы екі комбинацияны таңдайды барлығы. Шығармашылық мамандық обязательно түрде ол шығармашылық мамандық таңдайды, өйткені ол өзінің қабілетін біледі. Енді бірақ енді неде болса ол өзінің қабілетін біле тұрады, шығармашылық мамандық таңдаған дұрыс шығар, бірақ көбіне жаңағы востребованный мамандықтарға түскен дұрыс деп ойлаймын. Және де енді бізде тек грант алу бәрінің мақсаты. Грант алмай қалған жағдайда да әртүрлі қаржыландыру көздері бар, мысалға әкім гранты бар, қаржыландыру. Және де қазіргі бізде биылғы жылға бірінші рет болды, яғни Қазақстан халқына қоры, яғни Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның, яғни арнайылап ашқан қоры Қазақстан халық қоры, яғни соның қайырымдылық қорынан арнайылап гранттар бөлінді биылға. Әр университетке оларда енді өзінің арнайы критерийлері бар, ол критерийлерге сәйкес келетіндерге берілді әрине, бірақ оның ішіндегі основной критерий ЕНТ-дан хотя бы проходной балын жинаса. Проходной балын жинаса, ең основной критерий. Сол критерийге сәйкес келсе, ол мүмкіндікті де пайдаланып грант алуға мүмкіншіліктер бар. Тек қана енді жеңілдің астымен жаңа айтып жатыр, жеңілдің астымен жүріп дене шынықтырудан, бірақ дене шынықтыруға түсетін балдар көп. Мысалы, сіздерге 500-дің үстінде бала келді. Маған 100-дің үстінде бала келді. Енді оның бәріне мемлекет грант қайдан тауып бере береді? Ол басқа вуздар бар. Сондықтан оның ішінде біздің немізде болды, практикамызда болды. 128 бала алып қалған, 127 бала алып қалған, 126 бала алып қалған балдарда кейбіреулер түспей қалған кездер болды, яғни. Түспей қалған. Өйткені ол жерде де өзінің ойнайтын критерийлері бар, яғни осал топтар, әлеуметтік осал топтар бар, сол топтар бірінші очередте кетеді да. Ана кісілер қалып қояды. Сондықтан жеңіл мамандықтарды таңдамай, барынша өздерінің сүйіп қалайтын мамандықтарын таңдаса. Жаңа айтып өткен гранттарды қалай жеңіп ала алады? Енді Қазақстан халық қорының гранты жаңағыдай критерийлерге байланысты, арнайы критерийлерге байланысты. Орада өзі арнайы критерий қойған, ереже қойған, сол ереженің негізінде конкурстық негізде жеңіп алады. Арнайы комиссия құрамы құрылады. Сол комиссия құрамы ол жердегі әр талапкер өзінің документін әкеліп ұсынады. Сол документтің негізінде комиссия жұмыс жасайды. Комиссияның шешімі сол қорға беріліп, сол қордың шешімі негізінде қабылданады. Биылғы енді бірінші рет болды деп жатыр ғой, мемлекеттік грантты иелене алмаған талапкерлер 3 критерий бойынша іріктелді. Біріншісі талапкер жетім болу керек. Или осы қамқорлыққа алынған ата-анасы қайтыс болған кісі, осы жоқ кісі деген сияқты нәрсе. Екінші критерий бізде талапкер мүгедек болу керек болды. Үшінші критерий ауылды жерден шыққан атаулы әлеуметтік көмектен АСП алатын отбасылардан шыққан балаларға берілді. Басында 3 гранттан береміз, бізге хат келді, бірақ бізде ондай топтың көп екендігін ескеріп 10-ға көбейттік, 10-нан ары 15-ге көбейттік. Бізде қорытындылап 15 бала осы бойынша грантқа түсті. Бұның жақсы жері 4 жылдық оқу ақысын төлейді, қосымша қасына ай сайын стипендия береді, шәкіртақы. Үлкен мүмкіндік негізі бұл. Үлкен мүмкіндік. Сондықтан да одан бөлек әкім грантын айтып жатырмыз, қаншама грант бөлінеді. Одан бөлек бізде техникалық салаларға бөлетін Казэнерджидің гранттары бар, өте көптеген грант түрлері бар. Бізде оқушыларға айтқымыз келетін осы, мемлекеттік грантты, негізі мемлекеттік грантты алған жақсы. Бірақ оның 3 жылдық өтеуі барын ұмытпаған жақсы. Алғаннан кейін ала алмай қалса, басқа да мүмкіндіктерді қарастырып көру керек. Болды, мен оқымаймын, жоғары білімде деп колледжге барып кететіндер де бар. Барынша сол үшін де болашаққа түскісе ғалым мырзамен сөйлесуге болады, қорытқа түсемсе бізге келсе болады, біз жолын айтып береміз. Қандай тағы да жолы бар екен. Мысалы, биылдың Қазақстан халқы дегенде үлкен деме болды. 15 отбасы
анда оқу ақысынан төлеуден құтылды. Баласының шәкіртақысы қамтамасыз етілді деген сияқты нәрсе. Түсініп тұрсыз ба? Осындай енді әлеуметтік біз жағынан мен сондай мемлекет болғандықтан қолдау жасалып жатыр. Одан да көптеген нелер болады негізінде. Просто бастысы оқушы да талапкер де осы сәт іздену керек. Яғни маған аспаннан түседі екен емес, барып сұрау керек. Өйткені бұл конкурс біткеннен кейін барып ата-аналар келді. Бана категорияға кіреді, бірақ келіп ізденбеген. Біз ондай екенін де білмейміз, сол қанша адамның. Сосын барып қап деген несі болды да сондай. Сол үшін де алдын ала қысылған жағдай ойлаған дұрыс. Енді сіздердің университеттеріңізге тоқтасақ, жалпы университеттеріңізде жыл сайын 100 деген студенттер бітіріп шығады. Сол бітіріп шыққан студенттер өз мамандығы бойынша қанша пайызы жұмыс атқарады? Өзінің мамандығы. Енді бізде университеттен әр жылда 1500-1700 балалай оқу бітіреді, яғни талап түлектер болады біздің университетте. Енді ол туралы бізде анализ жасалынады университет ішінде, және де атамекен палатасы бар, бізде кәсіпкерлер палатасы бар. Оның негізінде де анализ жасалынады. Burada енді әр мамандық бойынша анализ жасалынады, жекеленіп, және де университет бойынша анализ жасалады. Енді бізде университетте мамандықтармен есептеген кезде 70-80% көлемінде жұмыспен қамтылады университетімізді бітірген талап түлектер. Бізде де енді 2000 үстінде түлек бітіреді, жыл сайын талапкер болғандықтан. 2000 талапкердің көпшілігі деген бір 30% магистратураны жалғастырып кетеді. Келесі жоғары білімді жалғастырады, ал негізгі орта көрсеткіш жұмыспен қамту 80% бізде. 80% көрсеткіш, ол да негізі республика өте жоғары көрсеткіштердің бірі. Негізгі стандарт 60 пен 75-дің арасында отыр. Бізде ол жұмыспен қалай қамтылады? Енді бізде Қорқыт университеті бағана көп салалы жоғары оқу орны ғой. Бізде педагогикалық мамандықтар өте көп. 17 мамандық педагогика бағытында. Инженерлік мамандықтарымыз бар. Бағанағы ауыл шаруашылығында қызмет көрсету саласы деген сияқты мамандықтарымыз бар. Соның үшін мысалы бізде ең көбісі контингенттің көбісі педагог мамандықта. Ал бізде осы пед мамандықта оқитындар бірінші курстан бастап практикада мектептерде өтеді. Бізде қазір бір баланы бір мектепке бекітіп қоямыз. 4 жыл сол мектепке барып жүреді, сол мектептің коллективіне сіңіседі, сол мектептің оқушыларымен жақсы етене араласады. Сондықтан директор да біздің талапкерлер бітіріп шыққаныңызда бірден өзіне алады. Өйткені қанша жыл өзінің ішінде тегін жүріп, практикадан өткендіктен. Бұл да бұл жұмыспен қамтудың бір жақсы механизм жолы да. Сондықтан да жұмыспен қамту бойынша да бізде қазір көптеген жәрмеңкелер болады, көптеген кездесулер болады. Қазір таңдың өзінде де жұмыс берушілер кеңесін құрып жатырмыз. Яғни Қызылорда облысында мықты ассоциациялардың директорлары бар, мысалы құрылыс ассоциациясының директоры, садик болсын, басқа саласы, тамақ өндіріс саласы болсын деген сияқты солардың эксперттермен бірлесіп жұмыс жасап, Қазақстанда біз түлектің моделін қалыптастырып жатырмыз. Яғни түскен түлек 4 жылдан құр ғана оқып қоймау керек, оны тағы да қандай құзыреттіліктер болу керек деген сияқты алаңда талқылап, сондай түлектерді дайындап, осы өңірге қажетті мамандарды дайындап жұмыс жасап жатырмыз. Дұрыс. Енді бізде жаңағы айта кетті ғой, практика жүзінде де бізде жібереміз. Университеттен арнайы бізде практика базасы құрылған, яғни практика базасында арнайы мекемелермен отырды. Мысалы педагогикалық мамандықта оқып жатқандар болса, арнайы мектеп оқырындармен, техникалық мамандықта оқып жатса, техникалық мамандықтармен, мамандықтарды қамтамасыз ететін жұмыс орындармен. Экономикалық мамандықтарда мысалы банкпен, енді бізде арнайы өзіміздің практикалық базамыз бар, және де дуалды оқыту деген бар қазіргі уақытта. Дуалды оқыту арқылы бізде мекемемен университет арасында арнайы келісімшарт меморандумға отырамыз, және де дуалды оқыту арқылы бізде оқып жатқан студенттеріміз арнайы бір аптаның ішінде бір күнін дуалды оқытуға бөліп, мекемеге барып, арнайы практикалық дағдыларын қалыптастырады. Соның негізінде ол мекемеге ол студент көзге түседі. Көзге түсу барысында сол мекеме оған қызығушылық танытып, әрі қарай жұмысқа алып қалатын кездері де болады. Сол арқылы жұмыспен қамту жағы бір жағынан ақсап жатқан жоқ, жүріп жатыр біздің университетте. Онда қанша пайызы жұмыссыз отыр қазіргі таңда? Енді жұмыссыз отыр деген ішінде де оның критерийі болады. Өйткені енді өмір болғасын кейде тұрмысқа шығып балалы отқандар болады, декреттік демалыста отқандар болады. Енді кез келген жағдайда да енді бар бітірген түлек 100% жұмыспен қамтылмайтыны анық. Енді бір 10% кейде жұмыс таппайды. Кейде жұмыс күтеді, кейде армияға кетіп қалады, кейде басқа бір себептермен көшіп кетеді деген сияқты нәрселер болады да. Негізі осындай көрсеткіш. Көп жастар енді қазір бар ғой, жұмыспен қамтылу неше пайыз төмендеп тұрсыз ғой. Енді орада былай бар, магистратураға түсетін бар, бағана жаңасымыз айтып кетті, және де әскери қызмет борышын өтеуге кететіндер бар, және де жаңа айтқандай екіқабат болуына байланысты. Ол жар өзі жұмыспен қамтылмағандар қатарына жатпайды.
олар уже жұмыспен қамтылмағандар қатарына жатпайды. Жұмыспен қамтылмағандар кейбір қазіргі жағдайда осы қазір шығарылып жатыр, жастар практикасы деген бар. Оның өзі жұмыспен қамтудың деңгейін жоғарылатып жатыр. Бұрынғыдай емес, жұмыссыз отқан балдарға, яғни бітіріп кеткен түлектерге жастар практикасы арқылы жұмыспен қамту орталығы жұмыс беріп, жұмыспен қамтудың деңгейін жоғарылатып жатыр. Қазіргі таңда ол енді төменгі деңгейде деп айтуға келмейтін шығар, скорее. Біздің Қазақстанда жалпы 4 жыл оқығаннан кейін бірден дипломды ұстатады. Бірақ оның көбісі жарар өзінің мамандығы бойынша жұмыс істейді. Жаңағы сіздер айтып отқан критерий бойынша жұмыссыз қалатындар да бар. Көбісінің керек дипломдары сандықтың түбінде қалады. Енді осы тұрғыда мен шетелдің бір жақсы тактикасымен бөліскім келеді. Оларда 4 жыл оқығаннан кейін 5 жыл жұмыс жасатады, сол мамандығы бойынша, содан кейін барып жұмысын қалай атқарады, сүйіп оқи ма, содан кейін дипломды береді екен. Жалпы осыны біздің Қазақстанға әкелген дұрыс па осы тактика? Америка ұстазымнан естіген болатын. Ертең дипломды алғанда алады, жарайды, жұмысқа баратын болса, сіздің жаңағыдай қалай айтсам екен, неңіз жоқ дейді, қалай айтсам екен, тәжірибеңіз жоқ деп қайтарып жібереді ғой. Енді дәл Қазақстанда осы жұмыссыздық деген өте үлкен мәселенің бірі ғой, жұмыспен қамтылуы жастардың. Соның ішінде қазір үкіметте 2 жоба бар. Біреуі менің алғашқы жұмыс орным деген, екіншісі ұрпақтар сабақтастығы деген. Яғни осы 2 жоба бар, жұмыспен қамтылу, осы жастар практикасы болады, тағы басқа деген сияқты нәрсе. Енді бағана нәрсе бойынша дипломның жарамды болмауы негізінде бітірген түлектің өзіне байланысты. Қарапайым мысал. Бізде Жанарыс деген бала бітірді. 2019-дан бітірді. Ол балалар студент кезінен көптеген шараларға қатысады, көптеген орталарда жүрді, бизнес жобаларды ұйымдастырып жүрді, біздің қасымызда практикада жүрді. Содан кейін бұл бала енді студент болып жатқан өзінде де біраз ортамен аралас жақсы. Қалай бітіріп қолына диплом алды, 3 жыл жұмысқа шақырды. Облыстық акимат өзінің бір бөлім басшылығына шақырды, біздің университет оны бизнес инкубаторының басшылығына шақырды, тағы бір тағы неге шақырды, бір банк шақырды деген сияқты нәрсе. Балада таңдау болды. 3 жұмыстың қайсысын таңдаймын деген дүние болды. Өзіне қолайлысын таңдап, қазір сапалы жұмыс жасап жатыр. Көріп отырсыз, бұл жердегі әңгіме ол диплом санатта жатады, жатпайтындығы негізі біз көп жағдайда оны бір мемлекетке сұра салуға, университетке сұра салуға тырысамыз. Но менің білуімше бізде жұмысқа тұрған кезде мысалы естіп жатамыз, жұмысқа тұру үшін ақша беру керек деген сияқты нәрсе. Ал ақшаны қай кезде адам береді? Ол өз-өзіне сенбесе береді. Өз-өзі оның маманы болмаса береді. Түсінесіз ба? Мысалы мұғалім дұрыс бере алмайды, мысалы медицина саласы дұрыс мықты маман емес, бірақ оны алу үшін ақша береді, амал жоқ. Ал мықты маман болса, оны мана медицина өзі тартып алады, мектеп мұғалімі өзіне тартып алады деген сияқты нәрсе бар. Сондықтан сұраныстың несі. Сондықтан біз Қазақстандағы заманда өзімізді сата білу керекпіз. Сата білу үшін сапалы болу керекпіз. Түсінесіз ба? Сондықтан мен сол кезде студенттерге де оқушыға айтатыным, алда 4 жылдық уақыт бар. 4 жыл уақытты құр жай ғана үй мен университеттің арасында өткізбей, сапалы маман болуға, сапалы кадр болуға, нетворкинг решает все деген кітап бар. Яғни байланыс орната білу керек. Қай салған адам болмасын. Сол сияқты дүние болса, ол кезде мағандай диплом санатында жатпайтын еді. Диплом санатында жатады, дипломды алғаннан кейін жұмыс орнына бір көрсетесіз дағы, қайтадан санатында салып қоясыз. Болды, керек кезде шығарасыз. Ал бірақ оның жарамды болмауы адам өзіне байланысты. Енді қазіргі бітіруші түлектер көбіне ірі қалаларға, яғни Алматы, Астана немесе шетелдерге тапсырып жатады. Бұл деген сонда біздің Қызылордадағы жоғары оқу орындарының білім деңгейі төмендеген бе, әлде басқа да факторлар бар ма? Енді ол біріншіден енді таңдап атқан талапкердің бірінші сана сезімі деп ойлаймыз. Енді қазіргі жастардың бәрі бірінші аяққа ұшып тұрады ғой, Астана, Алматыға қарай. Неге? Енді бізде енді университетіміз мысалға профессор оқытушылар құрамының сапасы жөнінде, техникалық базаның әлеуеті жөнінде ол университеттерден кем түспейді. Яғни ол біріншіден баланың өзінің сана сезімі ол университеттерді таңдау. Біздің университетімізге түссе, Қызылордада қай университетке болсын түссе де, ол университеттен кем білім алып шығады деп ойлаймын. Негізі былай ғой, біз талапкердің портретін жасадық. Қазір Қызылорда облысының талапкері нені қалайды? Біз Қызылорда өзіміз ерекше облыспыз да, жазымыз ыстық, қысымыз салқын. Бала мысалы таңдау барсын, біз өзімізде оқушы болдық, өзімізде сырттан оқып келдік. Алматыға оқыдық, шетелден оқыдық деген сияқты нәрсе. Сол кездегі таңдау, енді Алматы Астана үлкен қала, мегаполис, жастардың барғысы келетін қала.
Оның ішінде оқушылар сөйлескенде сен ата-анадан бөлек тұрып көргің келеді деген. Өйткені 17 жас, 18 жас ол подростковый период дейді ғой енді. Сыртқа шығып өзі еркін сезінгісі келетін жағдайларда олай кететіндер де бар. Кейде экологиялық неге байланысты Көкшетау деген жақсы жерлерде оқығысы келетіндер де бар. Тағы бір не себеп сыртқа кетудің ол арнаулы гранттар, серпін сияқты гранттар болады. Ауылдық жерлердің балалары серпіннен оңай түседі грантқа. Соның арқасында кетіп қалып жатады сол оңай жаққа деген сияқты нәрсе. Сонымен қатар бағандай инфраструктура дамыған деген сияқты нәрсе. Сен Қызылорда білесіз енді бұл жағынан ала алмаймын, бірақ біздің бағанағы маттех базамыз бар. Сол болашақтың жаңадан үлкен ғимарат салды. Біздің өзімізде 10 ғимарат қазір әдемі жерде отырып мысалы оқушыларға жағдай жылдар жасалып жатыр. Одан қалды оқу ақысы да әсер етеді. Біздің оқу ақымыз республика бойынша төменгіден ұстаймыз. Бұл негізі бізге тиімсіз, бірақ біз бұны көтеріп жіберсек, онда облыстың оқушылары жоғары білім ала алмай қалуы мүмкін. Өзі колледжге алмай жатқан бар. Сондықтан біз олар оқысын, жоғары білім алсын деп береміз. Және де біздің ерекшелігіміз Қазақстан бойынша ең жоғары шәкіртақы бізде. Мысалы, сырттың балалары 50-60 мың алса, біздікі 80 мың үстінде алады. Жалақысы мысалы педагог мамандықтар 87 мың ба сондай алады. Бір адамның айлығы. Бір адамның айлығы, сөйтіп біз балаларды қалдыруға тырысамыз. Ал бала енді бағанағыдай алып ұшып тұрады. Дегенмен де былтырдың өзінде бізге 260-тай бала қайтып келді. Астана Алматыға барған бала. Солтүстікке барған бала. Ауа райы жақпайды, менталитеті ұнамайды. Болмаса бағанағыдай жатақхана алу мәселесі, квартираның қымбаттығы мәселесі дегенмен былтыр 260 бала қайтып кетті бізге. Қарап отырсаңыз, қайтып келген кезде ол грантпен келе алатыны бар, грантпен келе алмайтыны бар. Өзі ақылға түсетіндігі бар, тағы разница төлейтіндігі бар деген сияқты. Сол кезде біз оқушыларға ескертеміз. Негізі Алматы мен Қызылорданың білімі бірдей. Білем деген балаға YouTube пен Google тұр. Түсінесіз ба? Бір нәрсені қатты ішін зерттеймін деген. Енді кей мамандықтар мысалы бізде енді өкінішке медицина мамандығы жоқ. Жоғары білімді медицинасы жоқ, сондықтан балдар оған Асфендияровқа барады, Оспановқа барады деген сияқты нәрсе. Бізде жоқ мамандықтар бара береді. Құқық қорғау саласында мамандықтар деген сияқты нәрсе болса, бірақ жалпы білімі бір. Сондықтан біз соны ескертеміз. Ертең ойланыңыздар, ата-анаға да ескертеміз. Негізі ата-анаға да баланың кейде қасында болған дұрыс. Өйткені биылдың өзі көріп жатсыздар, мысалы Россияның жағдайдан кейін қаншасы Астана Алматыға келді, біздің қанша қазақ өзіміз қарындастарымыз далаға шығып қалды. Көресіз, соны бізге ата-аналар жылағыздайды, қазір ауыстырсам бола ма деп. Енді өкінішке орай әр нәрсе өзінің заңдылығы бар. Оқуға ауысатын кезде де осы жазғы семестр, осы қысқы семестрден кейін біз оқуға қабылдаймыз. Сондай проблема тудырмас үшін де кейде айтады ғой, алыстан арбаланшы жақыннан дор бала дейді. Қорытқа түсіп алып, шетелде оқуға болады. Қос диплом бағдарламасымен, академиялық құқық деген сияқты нәрселермен. Осы біз университетке түсіп алып, басқа мысалы академиялық құқық деген бар, бізге оқып түседі, сол мамандығын бір семестрден кейін Алматыға оқи алады. Сол семестр Астанада оқи алады, онда көре алады да, қайта көріп қайтады. Ал Алматы, Астана ояқта сізді ешкім күтпейді, басыңыздан сипаламайды, бөлек орта деген сияқты нәрсе бар. Сондықтан да көп жерде айтамыз, біз Қызылорданың балдары барынша оқыңдар Қызылордада. Өйткені ол жақта ешкім аямайды. Енді кейде болады, мысалы Назарбаевский оқу орнын бітіргендер, олар енді Қызылордаға сыймайды. Олар шетелге кетер, осы Астана Алматыда оқыр, Назарбаевский университетте оқыр деген сияқты нәрсе. Оларға да ақ жолды тілейміз. Қайтып келе жатса, енді құшақ жайып қарсы аламыз. Енді басқа университеттерді таңдайды деп тұрсыз ғой, енді орада бар, бізге де келетіндер бар, өйткені басқа университетке бар, былтырдың өзінде 100 шақты бала келді, бізге қайтып келді, басқа қалаға тапсырып, қайтып келді, жаңағы айтқанда ауа райы жақпайды, яғни жатақхана мәселе болып кетті ол жақта. Енді бізде Қызылордада жатақхана проблема емес, мәселе емес ол бізде Қызылордада. Қызылордада жатақхана жеткілікті. Әзірге жеткілікті. Енді ол жаққа түсетін балдардың саны азайып, бізге көбейетін болса, может жетпеуі мүмкін. Бірақ енді әзірге жеткілікті бізде. Жатақхана саны, бала жату орны бәрі жеткілікті. Және де енді жаңағы басқа қалаға кеткен кезде жаңағы ол ескерсе екен деймін да, ол мамандықпен ол грантқа түседі да, былай қарай келсе, жаңа сіз айтқандай платныйға келіп қалатын кездер болады. Сосын барып разница төлеу деген болады, пән айырмашылық деген болады. Басқа вуздың планын оқып келеді да, ол біздің вуздың планына келіп отырғысы келеді. Екі ортада пән айырмашылық деген шығады, оның өзі әжептәуір сумма шығады, ол отбасылық бюджетке әсер етеді ол да. Әжептәуір сумма шығады. Оны да ескергендер жөн деп ойлаймын. Басқа қалаларға кетеді алдында. Университет, Қызылорда университеттерінде де ол қалалардан кем білім төмен емес, білімі төмен емес, кем білім. Сұранысқа 85 жоғары оқу орнының ішінде үздік 8-ке кіреміз негізі. Қарап отырсаңыз, былайша Қызылорда дегенде сондай үздік оқу орны. Шетелдер жатса, бізге биыл керісінше шетелден де балдар келді.
шетел болғанда көрші осы Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Моңғолия деген сияқты. Сонымен қатар біз 85 жылдық аясында мен таңдаған мамандық деген ұлты қазақ шетел азаматтарына бір жағынан бұл енді президенттің несін қолдау мақсатында, саясатын қолдау мақсатында эссе конкурсын ұйымдастырдық. Соның нәтижесінде 10 оқушыға біз университет грантын бердік тегін оқуға. Түсінесіз ба? Оған бізге енді 6 айдан Ресейден келді, Моңғолиядан отқан балдар болды, Қытайдан, Өзбекстаннан көбісі енді Ташкенттен келіп жатты. Өзіміз қазақ қарапайым қыздары, балдарымыз бізде оқып жатыр. Осындай дүниелер бар. Бізге де сырттан келетін адамдар бар дегеніміз ғой. Соңғы сұрақ болсын, енді жақсы пікір таластық, ой алмастық. Бітіруші түлек неге сіздердің университеттеріңізді таңдау керек? Жалпы бұл енді жарнама ретінде ақпарат болсын. Енді Болашақ университетіне бітіруші түлектерді шақырамыз әрине, келсін. Өйткені енді Болашақ университеті барлықтарыңыз көріп жатсыздар, біліп жатсыздар. Сырдария өзенінің сол жағалауында әсем ғимарат 14 этаждық, қазіргі заманғы талабына сай техникалық базасымен қамтылған, сапалы профессор оқытушылар құрамымен қамтылған университеттердің бірі деп айта аламыз. Және де университет, жаңа айттық қой, Қазақстан бойынша оқу ақысы жағынан, енді көбіне де ұлда отбасылық жағдайға келген кезде оқу ақысы жағынан төменгі университеттердің бірі болып табылады, оқу ақысы жағынан. Және де біздің университеттерде арнайылап жеңілдіктер қарастырылады, сол жеңілдіктерді алуға мүмкіншіліктері болады. Және де бізде университетімізде 2 жатақхана бар. Егер де ол ауылдық или аудандық или басқа қаланың балдары болатын болса, бізде университетімізде жақын арада салынған 2 жатақханамен қамтамасыз етілген. Біреуі 444 орындық, біреуі 372 орындық. Жатақхана жаңа заман талабына сай салынған жатақхана. Енді біз кезінде жатақханада тұрдық. Жатақханада тұрғанда енді ұлы сөздің ұяты да жоқ шығар, әжетхана деген біреу-ақ болатын, асхана деген біреу-ақ болатын. Қазіргі жатақханалардың системасы, көрінісі басқа. Әр жатақханада, әр баланың комнатасында өзінің әжетханасы, өзінің жуынатын жері, өзінің асханасы, өзінің жатын бөлмесі бар. Ол енді бүкіл жағдай жасалынып тұр деп ойлаймын. Және де университетіміз 500 орындық асханамен қамтылған. Асхана қолжетімді бағада біздің университетте 500 балаға дейін бір уақытта асханадан тамақтана алады. Және де кітапхана қоры бар, арнайылап бізде кітапханамыз бар, 200 орындық арнайы кітапханамен қамтылған, компьютерлік класстармен қамтылған. Және де жаңа жоғарыда айтқандай техникалық базасы заман талабына сай университет. Сондықтан біздің университетке келуге, біздің университетке түсуге болашақ талапкерлерді шақырамын. Енді біз Қызылорда облысының енді оқушыларына қатты жарнама жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. 85 жылдық тарихы бар, үлкен орталығында Қызылорда университеті. Біздің өзіміздің бізді таңдаудың 7 себебі деген кішігірім неміз бар. Оның бірінші себебі біздегі әлеуметтік қолдау. Оқушылар енді бізде мемлекеттік оқу орны болғасын, мемлекеттік грант бар бізде жақсы жері. Биылдың өзінде 1000-ға жоқ, яғни нақты 949 бала бізге грантқа түсті, мемлекеттік грантқа. Өте жоғары көрсеткіш. Былтыр 790 болса, биыл 949, 16 515, яғни жыл сайын бізге грантқа түсетін балалар көбейіп жатыр. Оның ішінде техникалық мамандықтар көп болғасын, негізгі таңда біздің әлеуметіміз 25 000 грантты игеруге жетеді екен біз санаған кезде. Яғни сонымен қатар грантқа түсе алмаған жағдайда біз оқу ақысына жеңілдіктер жасаймыз. Дәл қазірде бізде 456 бала оқу ақысына жеңілдік алып жатыр. Биылғы бізде жеңілдіктің өзінде 1200 бала жеңілдік беріп жоспарлап жатырмыз. Қарап отырсаңыз, бұл көп балаларға 25% жеңілдік, алтын белгі үздік аттестаттарға 50% жеңілдік, жетім балаларға 100% жеңілдік деген сияқты өзіміз сонымен қатар университет гранты 85 жылдықтың аясында 85 грант бердік балаларға. Биыл оны бөліп жоспарлап жатыр. Яғни ертең бұндай университет гранттары біз ғана бермейміз, көптеген оқу орындары береді. Оларға қатысу керек бала. Ертең университет гранты алмағанда ол балада мысалы тұрады. Қорықтың гранты мүмкін, болашақтың гранты мүмкін, Алматыдағы UAB-дің гранты деген сияқты. Осындай әлеуметтік қолдауымыз жақсы. Және жоғары шәкіртақы бар. Қазақстан бойынша айтып ең жоғары шәкіртақы. Сонымен қатар бағанағы бізде қосдиплом бағдарламасы, академия ұтқырлық бағдарламасымен балаларымыз шетелдерге шығып жатыр. 170 халықаралық жоғары оқу халықаралық байланысымыз бар. Қытай болсын, Ресей болсын, Европаның бүкіл жарты мемлекеті болсын, Испания, Италия, Франция болсын, Америкамен де біздің балдарымыз қазіргі таңда оқып жатыр. Кореяда да оқып жатыр балдарымыз. Яғни 2-4 жылдың ішінде 2 диплом алып жатыр. Қарап отырсаңыз. Сонымен қатар бізде жастар ертең оқумен қатар кәсіпкерлікпен айналысып бизнес старт деген кәсіпкерлік орталығы бар.
қазір уже 5-ші жыл Қазақстан бойынша үздік 5-ке кіреді. Биылдың өзінде 40 миллион үстінде инвестиция тартқан, 30-дан аса жастар кәсіп ашқан, яғни ертең оқып жүріп ақша тауып кәсіп істеймін дегендерге үлкен бір мүмкіндік жасалған. Негізі осы коворкинг центрінде де біздің бала осы жерде өздері кәсіптерін шыңдауға жақсы іс-шара жасалады. Сонымен қатар бізде жігіттерге арналған әскери кафедрамыз бар. Бұл өте актуалды нәрсе. Сондықтан бізге оқуға түскен балалар әскери кафедраны оқып, ертең 4 жылдан кейін запастағы лейтенант деген офицерлік шен алып шығады. Түсінесіз ба? Сонымен қатар бізде спорт жақсы секциясы бар. Бала өзі қалаған спортпен айналысады. Бізде 13 секция бар, өзі қалаған спортпен айналысып, соның нәтижесінде бізде 9 әлем чемпионы, 27 Азия чемпионы, 120-дан аса Қазақстан чемпиондары бізде білім алуда. Чемпиондар мекені болып жатырмыз. Сонымен қатар 10 оқу ғимаратымыз, 5 жатақханамыз, көптеген лаборатория болсын, спорт комплексі бәрі біз осы оқушыларға арналған. Осындай да бір артықшылығымыз бар. Сонымен қатар бана айтып өткендей сөзінде ең үздік оқытушылар, профессорлар, кешегі таңда анау ковидтің кезінде көптеген жаңалықшы профессорлар бізде. Студенттік кезден патент алады. Мысалы, сонымен қатар оқу уақытында жеңілдіктеріміз бар дедік, және де айтқандай 85 жоғары оқу орны сұранысқа, соның ішінде үздік 10-қа кіреді, 8-ші орында тұрмыз. Үлкен жоғары көрсеткіш. Осының өзі біздің балаларға көптеген жарнама деп айта аламыз. Кесе, сонымен қатар 23 жастар ұйымы бар. Ертең сіз айтып өттім ғой, тек қана оқу мен үйдің арасында жүрмей, жастар ұйымдарында активист болып, белсенді болып. Мысалы біздегі жақында ашылды, Мамбелововтардың үйіміз несі ашылды, ұйым ашылды. Дебатқа қызығатым, ақиқат ұйым бар, 23 мектепте өзінің өкілдігі бар. Эналт студент кәсіпкерлердің ұйымы бар. Әскери қызығатындардың өздерінің бір бөлігі ұйым бар, қыран деген. Айтишниктердің кибер жасақ деген ұйым бар. Ертең арай ол КМ-ға жұмысқа тұрып кетеді деген сияқты нәрсе. Әр сала бойынша бізде мықты ұйымдар бар. Осы жерде оқумен қатар өзінің лидерлік қабілеттерін шыңдап, мықты тұлға, мықты азамат болуына жағдай жасалған. Жақсы сұхбат болды. Шақыртуды қабыл алғандарыңызға алғысымыз шексіз. Бітіруші түлектерге бүгінгі шығарылымыз пайдалы болды деген ойдамыз. Қоғамның драйвері жастар, сондықтан әр жас дұрыс таңдау арқылы сапалы білім алып, туған жерімізді өркендетеді деп сенеміз. Оқушылардың да өз айтары бар. Осымен шығарылым өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше.